Әбіш Кекілбаев ұлт руханиятының ұлы тұлғасы. Қазақ әдебиетінің көкжиегін кеңейтіп, ұлттық сананың шамшырағына айналған дара есім бар. Ол халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері, ой мен парасаттың алып биігі Әбіш Кекілбаев. Бұл есімді естігенде, алдымен жүрекке, ұлтқа деген шексіз сүйіспеншілік, санаға тереңдік, рухқа биіктік келеді. Шалқар шабытпен асыл сөзден мүсін жасаған қаламгердің әр шығармасы тарихқа тағылым, адамға айна көз, уақытқа үн. Әбіш әлемі өткеннің үнін тірілткен, елдіктің еңсесін көтерген кең дүние. Аңыздың ақыры, үркер, елең алаң сияқты эпикалық туындылары қазақ руханиятының мәңгілік қазынасы, ұлт жадын жаңғыртқан ұлы мұра. Ол тек жазушы ғана емес, елдік мүдденің жанашыры, мемлекет мүддесін мұра тұтқан кемел ақыл иесі, ойы терең, сөзі көл-көсір, парасаты биік. Жердің де, елдің де, рухтың да қадірін білген тұлға өз ғұмырын туған халқының өркенін өсіруге арнады. Бүгін біз Әбіш Кекілбаевты сөздің сардары, ойдың шырағданы, қазақ рухының ұлы қорғаны ретінде еске аламыз. Оның мұрасы ұрпаққа аманат, елге өрнек, рухқа қуат. Әбіш салған жол мәңгілік. Әбіштің үні қазақтың жүрегінде.